1/32 есеп бізде функцияның өсу және кему аралықтарын анықтау керек. Ол үшін біз параболаның формулаларын жазып алайық. Жоғарыда тұрған 3 формула осыған ұқсас, яғни біздің бірінші берілген функциямыз екінші тұрған формулаға сәйкес келеді. Яғни бұл жерде m тең 2-ге. m тең 2-ге. Мысалы, x минус m. m-нің орнына менде 2 тұр. Ал енді параболаны сызамын. m менде x осі бойынша жүреді, яғни 1, 2. Так, 2. Және парабола x-тің алды плюс болғандықтан параболаның тармақтары жоғары қарайды. Жай ғана парабола сызам. Енді парабола бірінші былай жүреді. Бірінші кемейді, сосын өседі. Яғни x осі бойынша мен жазам x тиісті. Мына минус шексіздіктен, мына жақта минус шексіздіктен 2-ге дейін. 1, 2, 3 деп жазамыз. 2-ге дейін не істеп тұр? Төмен түсіп тұр, яғни кеміп тұр. 2-ге дейін кемімелі, мына бізде белгісі. Ал x 2-ден плюс шексіздікке дейін, яғни мына 2-ден бастап былай кете береді парабола. Плюс шексіздікке дейін өспелі. Екінші есепті қарастырамыз. Екінші есепте де қайсы формулаға сәйкес келіп тұр? Бірінші, екінші, үшінші. Бізде екінші формулаға келіп тұр, бірақ алдында минусы бар. Сондықтан бұл жерде параболаның тармақтары төмен қарап тұрады. Ал енді x азайту 3, яғни m тағы да бұл жерде 3-ге тең екен. Бұл жерде 3-ге тең, бағана 2 еді. Енді мен оп-оңай парабола сызбасын сызайын. m x осі арқылы жүреді. 1, 2, 3. Және менде мына жерде минус болғандықтан параболаның тармақтары төмен тұрады. Ал енді сонда менікі функциям бірінші өседі, содан кейін барып кемейді. Ал енді жазайын. X тиісті минус шексіздіктен 3-ге дейін менде өсіп тұр. Ал 3-тен плюс шексіздікке дейін кеміп тұр. Кетті. Төртінші есептің берілген жазайын. 4. H x тең 3 минус x минус 3-тің квадраты. Енді байқасаңдар, бұл жерде қайсы формулаға келіп тұр? Бірінші формулаға келіп тұр, яғни x минус m деген. Бірақ орындар ауысып тұр. n мына екінші кейін соңынан жазылу керек еді. Бұл жерде бірінші жазылып тұр, сондықтан орын ауыстырып аламыз. x тең, мына минусмен бірге қосып жазамыз, себебі x-ның алдында тұр минус x минус 3-тің квадраты, 3-тің алдындағы плюс. 3-тің алды плюс. Енді бұл жерден оп-оңай. X-тің алды минус болғандықтан параболаның тармағы төмен қарайды. Яғни төмен қарайды деген, парабола төмен қарап тұрады деген сөз. Ал енді m тең, m-нің мәні мына жерде минус болғандықтан, минус болса плюс қып жазамыз. m-нің мәні 3-ге тең, n-нің мәні плюс 3-ге тең. Енді параболаны сызамыз. Маған m x осінен 3 керек, 1, 2, 3 керек. Және n-нен де 3 керек, 1, 2, 3. Яғни параболаның төбесі 3-те 3, тармағы төмен қарайды. Яғни жоғары шығып, бірінші өседі, одан кейін кемейді. Жауап. Жауабын мына жерге жазамын. X тиісті минус шексіздіктен 3-ге дейін өсіп тұр. X тиісті 3-тен плюс шексіздікке дейін кеміп тұр. Ал кеттік. Енді төртіншісі. Төртінші есеп берілгені. 32 H. Бұл 4, бесіншісі есеп. Rx так, тең x квадрат минус 4x плюс 5. Енді
бұл жерде түрлендіріп алу қажет болып тұр. Түрлендіру үшін мен бірінші мынаны кәдімгі қысқаша көбейту формуласын пайдаландым. Сонда x минус 2-нің квадратын алайыншы. rx жазып қойсайын мына жерге тең. Яғни x біздің қысқаша көбейту формуламыз бар еді ғой. Яғни а квадрат минус 2аб плюс в квадрат деп бірінші жақшаны ашатын болсақ а квадрат x квадратымыз шығып тұр. Яғни минус 2аб болатын болса 4x болады. Және в квадрат плюс 4 болады. Бізде ол артық болғандықтан минус 4 деп аламыз. Және мына плюс 5-ті жазамыз. Енді rx тең x минус 2-нің квадраты минус 4 пен плюс 5 плюс 1-ді береді. Енді мынау бізде жоғарда формуланың қайсына сәйкес келді. Яғни біріншісіне m тең 2-ге, m-нің орнына қарама-қайшы санды аламыз. Ал n сол күйінше жазылды. n тең 1-ге болды. Енді бізде параболамызды сызамыз. Параболаның төбесі m2 және 1. Параболамыздың төбесі x-ның алды плюс болғандықтан жоғары қарайды, яғни кеміп барып өседі деген сөз. Жауабы x минус шексіздіктен 2-ге дейін кемейді, x 2-ден плюс шексіздікке дейін өседі. Енді алтыншы есеп бізде де бұл жерде түрлендіру керек болады. Түрлендіру үшін бірінші мен hx тең минус 2-ні жақшаның сыртына шыға жерім. Жақшаның ішінде x квадрат және минус 3x қалады. Яғни минус 3x-ке минус 2-ні көбейтсе плюс 6-ны береді. Минус 7-ның өзін жаздым. Ары қарай. Енді мен квадрат теңге қысқаша көбейту формуласын пайдаланамын. Минус 2, яғни мына жерге мен пайдаланамын. Бұл жерде x минус 1,5-нің квадраты деп аламын. Яғни x квадрат минус 2аб деген ол 2 көбейту 1,5 көбейту x, яғни 3x-ті беріп тұр. Және 1,5-нің квадраты менде 2,125, ол 2,125-ті минус 2-ге көбейтетін болсам, плюс 4,5 болады. Плюс 4,5. Так, 2,5 плюс болып кетеді, мына жаққа 4,5 және минус 7. hx так тең минус 2x минус 1,5 квадраты 4,5-нан 7-ні азайтатын болсақ, минус 2,5. Минус 2,5 болады. Ал енді менде уже белгілі. m тең 1,5, n тең минус 2,5. Параболаның тармағы төмен қарайды, себебі x-тің алдында төмен қарайды, себебі x-тің алды минус. Енді m 1,5, 1, 2 болатын болса, 1,5 мына жерде менде. Және минус 2,5, 1, 2, 3, 2,5 мына жерде. Тармағы төмен қарайды, сонда бірінші өседі, кейін кемейді. Функциямыз бірінші өседі, сосын кемейді. Жауабын мен мына жерге жазайын. x есті минус шексіздіктен 1,5. Минус шексіздіктен 1,5-ға дейін өседі. x 1,5-нан плюс шексіздікке дейін кемейді. Жауап осы.